Армысыз YouTube көрермен, сіздермен денсаулық байлық арнасы. Бүгін сіздердің назарларыңызға артроз бен артриттің айырмашылығы қандай? Олардың емделу жолдары қандай? Үй жағдайында емделуге бола ма? Артроз бен артриттен адам жазылып шыға ала ма? Осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Артроз бен артрит адам ағзасында әртүрлі буындар зақымданатын патологиялық процестер. Бұл терминдердің ұқсастығына байланысты көптеген адамдар олардың арасындағы айырмашылықты біле бермейді. Бірақ іс жүзінде артрит пен артроз бір ауру емес, және олардың айырмашылықтары бар. Егер сізде осы диагнозды тапқан болсақ, онда дер кезінде дәрігерге барып қаралуыңыз керек. Өзін-өзі емдеуге болмайды аурудың алғашқы белгілері кезінде. Себебі сіз ауруды созылмалы ауруға айналдырып алуыңыз мүмкін. Буындардың артрозы буын ішіндегі шеміршек тінінің бұзылуымен байланысты күрделі дегенеративті ауру. Бұл патологиялық процесс әлемдегі ең көп тараған буын ауруы. Соңғы статистикаға сәйкес әлем халқының шамамен 80% осыдан зардап шегеді артроздан. Бірақ адамдардың көпшілігінде артроздың не екені туралы нақты түсінік жоқ. Бұл аурумен ұзақ уақыт бойы сүйектердің артикулярлық ұштарында әртүрлі өзгерістер мен қайта орналасулар пайда болады. Қабыну процестері дамиды. Нәтижесінде периартикулярлық тіндер нашарлайды. Ал көптеген адамдар бір сұрақты қояды. Артрит артроздан қалай ерекшеленеді? Артроз бұл үлкен және кіші буындардың зақымдалуына әкелетін патология, ал артрит бұл бүкіл адам ағзасының қабыну процесі, яғни адам ағзасы толықтай қабынады. Организмде болатын өзгерістер буындарға ғана әсер етпейді, сонымен қатар ол жүрек пен бүйрекке де ең бірінші өзінің әсерін білдіреді. Егер дұрыс емделмеген жағдайда бұлар асқынып, тіпті өлімге де әкелуі мүмкін. Артроз немесе артрит даму ықтималдығы 40-50 жасқа дейін айтарлықтай артады. Бірақ соңғы кездерге сәйкес экологиялық нашарлауларға байланысты артроз бен артрит жас талғамайды. Онымен қазір кішкентай балаларға дейін ауырып жатыр. Ауру ерлер мен әйелдерге бірдей әсер етеді. Негізінде артроз бен артрит еңбекке қабілетті адамдарда кездеседі, және жақында ол әлде қайда жасарып кетті. Яғни 30 жастан асқан адамдар да артрозбен ауырады. Сондықтан артроздың не екен және бұл патологияны қалай емдеу керектігін білу өте маңызды. Артроздың пайда болу себептері. Артрит сияқты артроз денеде белгілі буындардағы метаболикалық бұзылуларға байланысты пайда болады. Бұл шеміршек тінінің серпімділігін жоғалтылуға әкеледі. Аяқ буындарында орналасқан шеміршек гормондар өндірісінің бұзылуына, буындардың қанмен қамтамасыз етілуінің төмендеуіне, жарақаттарға байланысты жойылуы мүмкін. Сондай-ақ ревматоидты артрит сияқты кейбір аурулар артрозды тудыруы мүмкін. Ал негізгі себептері аяқ-қол жарақаттарының тарихы, яғни кішкентай кезде зақым алған болсаңыз, соның кейін себеп салдары біраз уақыттан кейін шығуы мүмкін. Егде жастағы ауыр гипотермия, үлкен және кіші буындарда қабыну процестерінің болуы. Артроз бен артрит негізінде қатар жүретін екі ауру. Дене салмағының қатты жоғарылап кетуі. Бұл жағдайда буындарға тұрақты қосымша жүктеме болады. Дененің жалпы интоксикациясы, жиі тұмаумен ауыру, жедел респираторлық инфекциялық аурулар, қалқанша безіндегі патологиялық процестер, гемофилия, яғни қанның құрамының бұзылуы және пертес ауруы. Осы аурулар артроз бен артриттің пайда болуына себепші. Буындардың артрозы адамда генетикалық бұзылуларға байланысты да дамуы мүмкін. Коллагеннің мутациялар және дисплазия. Қазіргі таңда дисплазия мен екінің бірі кішкентай балалар әсіресе көп ауырады. Симптомдар. Артроздың белгілері дереу пайда болады. Патологиялық процестің дамуына бірінші белгісі белгілі бір буынды жүктеу кезінде қатты ауырсыну. Буын тыныштықта тұрған кезде ауырсыну басылады. Медициналық ортада артроз симптомдарының келесі топтары бөлінеді. Біріншісі, ауырсыну қатты болған кезде бұл қозғалыс кезінде пайда болады. Оның локализациясы зақымдалған буын орнында. Түнде адам ұйықтап жатқан кезде бұл буын ауырмайды, ал күндіз ауырсынудың біраз белгілері байқалады.
Сонымен қатар буындардың қозғалғыштығы төмендейді. Бұл артрозға да, артритке де қатысты. Аурудың бастапқы кезеңінде бұл симптом науқасты қатты алаңдатпайды, бірақ көп ұзамай бұлшықеттер спазм болады. Буындар арасындағы алшақтық мүлдем жоғалады. Сыну. Осы сынудың пайда болуының себебі де ауруға тудыруы мүмкін. Буында сүйектің айналасындағы жұмсақтығының төмендейді. Оның дыбысы өте құрғақ болады, яғни сытырлаған дыбыс естіледі. Зақымдалған буынның деформациясы. Бұл остеофиттердің көбеюіне байланысты. Бұл симптомда соңғы рет пайда болады. Бұл кезеңде артрозды емдеу ең қиын кезең. Асқынулар. Егер сіз артрозды емдеудің бастапқы кезеңінде бастамасаңыз, онда бұл келесі салдарға әкелуі мүмкін. Біріншісі, буынның толық бұзылуы. Әртүрлі қозғалыстарды жүзеге асыру мүмкін емес болады. Омыртқаладағы дискілердің грыжасы, адамның мүгедектігі, буынның толық деформациясы науқастың өмір сүру деңгейі төмендейді. Артроз бен артритті қалай емдейміз деген сұрақ әрбір адамның көкейінде тұрады. Мұны емдеудің ең оңай жолы патологиялық процестің дамуының бастапқы кезеңінде бұзушылықтарды қайтымсыз болғанша емдеп бастау. Терапиялық шаралардың мәні артроздың дамуының негізгі себептерін жою, буындардағы қабынуды тоқтату. Артрозды емдеу тек кешенді болуы керек, яғни комплекс түрде. Ол анальгетикалық және қабынуға қарсы қасиеттері бар дәрілерді, таблеткалар мен қоспаларды қабылдауды қамтамасыз етеді. Артрозды емдеу принциптері: буындарға шамадан тыс стрессті жою, қабынуға қарсы және ауырсынуды басатын таблеткалар мен терапия, физиотерапия, курортқа барып емделу, магниотерапия, электротерапия, лазерлік ударная волна, яғни соққы толқыны терапиясы, буынішілік оттегі терапиясы. Артроз үшін дұрыс тамақтану аса маңызды. Халық емі. Қазіргі адамдардың көпшілігі таблетка немесе инъекция алғысы келмейді, сондықтан олар сұрақ қойды. Артрозды халықтық емдеу әдістермен патологиялық процестің дамуына бастапқы кезеңде ең тиімді болады. Бұл ауруды емдеу үшін келесі өсімдіктерге негізделген рецепттер қолданылады. Оның біріншісі имбир, каланхоэ, балдыркөк тұқымы, кастр майының тұқымдары, даршын, куркума және ат құйрығы. Лавр жапырағы, желкек, сарымсақ және қара бидай дәндерінің тұнбаларында тиімді болып саналады. Артрозды халықтық емдеу әдістермен, дәрі-дәрмектермен үйлескенде тиімдірек өзінің пайдасын көрсетеді. Артроз кезінде сіз өзіңіздің тамақтану диетаңызға аса қатты мән беруіңіз керек. Артық тамақтанбауыңыз керек. Сондай-ақ тамақтың құрамында болатын глютенді, яғни глютен дегеніміз ол нанның құрамында, ашытқысы бар бауырсақта, солардың құрамында болады. Сол глютенді мүлдем шектеу керек. Ішек құрылысыңыздың тазалығына аса қатты мән берген жөн. Себебі артроз бұл ішектің қабынуымен тікелей байланысты. Егер сіздің ішегіңіз дұрыс, онда сіздің артрозды емдеудегі дәрежеңіз 2 есе артады. Ішектің тазалығы артрозда аса қатты мән беріледі. Балық тағамдарын күнделікті рационға қосуға да болады. Майсыз сорттарға артықшылық беру керек. Артрозбен тамақтану тұрақты болу керек. Бөлшектеп жеу аса маңызды. Күнделікті мәзірде В тобындағы дәрумендерге бай тағамдар болу керек. Олар зат алмасуды реттеу үшін. Егер сіз артрозға арналған диетаны ұстанатын болсаңыз, онда сіз жалпы жағдайдың айтарлықтай жақсаруына қол жеткізе аласыз. Тамақтанудың негізгі принциптері: мәзір толығымен теңдестірілген болуы керек. Ауыр тағамдарды түнде жеуге болмайды. Себебі олар артроздың өршуін тудыруы мүмкін. Егер ауру өршу сатысында болса, онда тамақтағаннан кейін сәл серуендеу аса қажет. Сіздің салмағыңызды үнемі қадағалап, оның өсуіне жол бермеу керек. Артроздың алдын алу дұрыс тамақтанудан басталады. Тұзды, сондай-ақ метаболизмді бұзатын тағамдарды азайтуға тырысу керек. Негізінде бұршақ дақылдары, майлы ет және алкоголь бұларды қабылдамаған дұрыс. Диетаға қырыққабат, яғни капуста, шөптер және балықты көп жеген дұрыс. Артроздың алдын алу үшін дене шынықтырумен де айналысу қажет. Мүмкін болса, бірнеше шақырым жаяу жүрген де жөн. Сіздің салмағыңызды бақылау және салмақтың өсуін болдырмау да маңызды. Себебі бұл кезде буындарға аса көп ауыртпашылық түседі.